Баршаларыңызға да ассалаумағалейкум. Арнама қош келдіңіздер. Арнамды қолдап отырған сіздерге көп рахмет. Алланың нұры жаусын. Тал түстен ылдап өлеңімді айтып, көшеде келе жатыр едім. Алдымнан еңгезердей 4 жігіт шықты. Ағасы темекі бар ма? Темекі түгілі Насыбайды атпаймын, дедім. Қате ғой. Неге? Причем Насыбай? Болса берем ғой. Бастыға тұрмашы, қазір бетіңді қаша қыламыз, деді біреуі жұдырығын түйіп. Қаша жемеймін. Қатты сөйлеп қоясыз, деп жағама жабыса кетті. 4 жігіт жерге жығып алып төмпештеп жатыр. Ешкім айырмады. Өткен кеткендер ұялы телефондарына түсіріп қызықтап тұр. Бар күшімді жинап, орнымнан түрегелдім. Bir кісі айғайлайды. Неге тұрып кеттің? Мыналар тепкелеп жатқан жоқ па? Тым жақсы түсіріп, Инстаграмға салам ба десем, бәрін құрттыңыз. Өзің оңбаған адам екенсің, обалың жоқ, деді. Ой, не интересный бой, деді бір бой жеткен қыз. Иттер төбелесін тамашылап тұрғандай сөйлейді. Біреу таяқ жеп жатқанда қызықтап тұрғандарына таң қалдым. Таяқ тастам жерде әкімшілік ғимараты бой көтеріп тұр. Терезесінен әлдекімдер ауық сығалайды. Мұрным қанап қалды. Сүмірейіп үйге келдім. Полицияға арыздандым, хабар болмады. Арада 10 күн өтті. Жерге жығылғанымды ұмыта бастадым. Bir күні аулада байлаулы тұрған итім қарғысынан босап кетіпті. Дәл сол мен таяқ жеген жерде итімді сотқарлар соққыға жығыпты. Үйге полиция келді. Мына ит сіздікі ме? Иә, байлауынан шешіліп кетіпті. Итіңізге неге қарамайсыз? Тентектер аяусыз таяқпен ұрыпты. Қап, байқамай қалыппын, дедім. Итке бақылау жасамағаныма айыппұл салды. Кешке теледидарды қосып қалсам, жаңалықтардан менің итімді көрсетіп жатыр. Бүгін сұмдық оқиға болды. Тал түсте жазықсыз ит таяқ жеді. Иесі қайда қарап отыр? Мұндай адамдарды жауапқа тарту керек деп қояды. Таңертең біреу телефон соқты. Сәлеметсіз бе? Мен дүниежүзілік жануарлардың құқығын қорғау ұйымынан хабарласып тұрмын. Итіңізге немқұрайлы қарап, көңіл бөлмегеніңіз үшін халықаралық сотқа тартыласыз, деді. Өткенде мен бұзақылардан зардап шеккенде ешкім іздеп келмеп еді. Итім құрлы болмадым ау. Түске таман үйге бір топ адам сау етіп жетіп келді. Менің итімнің тұрмыс тіршілігін тексеруге құрылған арнайы комиссия екен. Итке күніге неше мезгіл тамақ бересіз? 1 рет. Өзіңіз? 3 мезгіл ішемін. Қатыгез екенсіз, деді тексеруші. Аулада тұрған иттің үйшігіне барды. Итім ұрғаш еді. Бауырында қыңсылдаған 8 күшігі жатыр. Ужас, мына ит көп балалы ғой, деп біреуі баж ете қалды. Бала емес, күшік, дедім. Сонда сіз 8 күшігі бар аналық итті бір үйшікте ұялмай қалай ұстап отырсыз, деді. Обал емес пе? Жүрегіме қатты тиіп кетті. Енді 4 бөлмелі үйшік салып берейін бе? Өзім 5 баламен бір бөлмелі үйде тұрып жатқан жоқпын ба? Онда тұрған не бар? Айуан. Бұл хайуан. Ит 7 қазынаның бірі. Сен кімсің, деді. Толықша келген әйел ділкілдеп, бетімді тіліп салды. Осы иттің иесімін. Осындай дамыған заманда көп күшікті итке зәбір беріп, қарап отыру ақылға сыймайды. Сізді ит асырау құқығынан айырамыз, деп комиссия әкімшілігі хаттама толтырды. Көп ұзамай полиция келіп итімді күшіктерімен қосып алып кетті. Қазір қаланың ортасында бір крутойдың ауласында 5 бөлмелі үйшікте уақытша тұрып жатыр. Күшіктері бауырын көтерген соң шетелге алып кетеді екен. Дегенмен итімнің осыншама абыройына іштей қуандым.